15 тонна шығады. Яғни 14.000-15.000 килограмм ғана. Ал енді өздеріңіз 12-13 километр болатын Мариан шұңғымасына түскен кезде қандай күш түсетіндігін есептеп көріңіздер. Қысым деген физикалық шамамен таныспас бұрын, бірінші бізге Блез Паскаль деген адаммен таныс болып алғанымыз дұрыс. Паскаль өте жоғарғы білімді ғылыми семьяда дүниеге келген. Сондықтан оның үйіндегі жиналыстар, яғни таныс адамдардың келгенінің барлығы ғылымға қатысы бар адамдар келетін. Сондықтан ол кішкентай кезден бастап ғылымға өте қызығушылығы күшті болды. Сөйтіп, бар жоғы 19 жасында өзінің керемет физикалық идеяларымен өте көп адамдарға танымал болды. Бірақ 31 жасында Паскальдың баласы қайтыс болып және діни ағымдардың қудалауына ұшырап, отбасылық әртүрлі келіспеушіліктердің кесірінен өте күйзеліске түсіп кетеді. Сөйтіп 38 жасында қайтыс болады. Яғни өмірінің соңғы 7 жылы Паскаль трагедиясы деп аталады. Себебі сондай керемет ақылды, керемет басы бар адам ешқандай жаңалық аша алмай өмірін өткізіп алғандығы трагедия деуге де тұрады. Ал енді соның бүткіл халыққа шығып көрсетіп, бәрін таң қалдырып жүрген тәжірибесінің бірін мен қазір айтып беретін боламын. Ол қалай? Ол вино бөшкесі арқылы жасалады. Вино бөшкесінің мықтылығы сонша, ішіндегі вино ашып, ол қанша шайқалса да, ол ішіндегі қысым үлкейеді ғой. Яғни коланы да сіздер алып шайқайсыздар, сол кезде кола қатая бастайды, сырты, яғни ішіндегі газдар ол сыртқа тебіліп, яғни қысымы арта бастайды ішіндегі. Сонда вино бөшкесі жарылып қалмай, соны ұстап тұра алатын күші болған. Ішінде қанша 50 литр вино, 60 литр вино болса да, ол шыдап ұстайтын. Сол кезде Паскаль бүткіл халыққа шығып айтқан, мен бұл бөшкені 2-3 литр судың көмегімен жарып жібере салам деген. Сол кезде бәрі қалай деген. Бірақ шынында да 2-3 литрдің көмегімен ол бөшкені жарып жіберген. Ешқандай суды қайнату, онда ештеңе болмаған. Жай сол ауа райында су қанша температура болып тұрды, солдай суды жай құйды, бөшке жарылды. Ал оны қалай болғандығын түсіне алу үшін қысым деген тақырыпты өтіп, одан кейін тәжірибенің жалғасын айтып беретін боламын. Қалай жасады? Яғни сіздер де солай бөшкелерді 2-3 литр судың көмегімен жарып тастауларыңызға болады. Ал енді қысым дегеніміз не? Қысым деген бірлік ауданға түсірілген күш дейді. Яғни формуласы былай жазылады. P тең F бөлінген S. Яғни мына жердегі F дегеніміз бұл күш, ал S дегеніміз сол күш түсірілген аудан. Яғни бір бетке, яғни мына тақтаның беті 5 метр квадрат болатын болса, яғни ауданның өлшем бірлігі метр квадрат, 5 метр квадрат болатын болса, ол тақтаның бетіне 10 ньютон күш түсетін болса, яғни 10-ды біз 5-ке бөлеміз, сол кезде 2 шығады, яғни 2 Паскаль шығады. Паскаль деген білеміз, яғни 2 Паскаль қысым дегеніміз біздің 5 метр квадрат ауданымыздың әр 1 метр квадрат ауданына 2 ньютон күш түсіп тұрғандығын көрсетеді. Яғни 2 Паскаль дегеніміз ол 1 метр квадрат ауданға 2 ньютон күш түсіп тұр дегенді көрсетеді. Яғни мына жерде P тең 8 Паскаль болатын болса, онда 1 метр квадрат ауданға 8 ньютон күш түсіп тұр деген сөз. Сонымен қысым деген не екендігі түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы бір айтып өтсем, P тең F бөлінген S дедік. Яғни белгілі бір ауданға 100 ньютон күш түсіп тұрса, ол аудан 20 метр квадрат болатын болса, онда 5 Паскаль шығады. Яғни сол 20 метр квадрат ауданның әр 1 метр квадратына 5 ньютон күш түсіп тұр деген сөз. Яғни түсінікті. Бұл жерде біздің айтып отырғанымыз қатты денелердегі қысым. Ал енді Паскаль заңына келейік. Паскаль заңы не дейді? Паскаль заңы былай айтады. Қатты денелердегі қысым, яғни мынау қолымдағы маркер қатты дене, қатты денелердегі қысым бір бағытта түседі. Яғни мен мына маркерді алып тақтаға қарай бағыттап күш салатын болсам, яғни бұл маркердің қысымы тек бір бағытта түсіріліп жатыр. Яғни мен қай бағытқа бағыттаймын, сол бағытта қысым түсіре аламын. Ал енді сұйықтар мен газдардағы қысым ол басқаша. Яғни біз шарды үрлейтін болсақ, яғни шарды үрлесек, шардың барлық жағына бірдей күш түсіп, яғни шар біркелкі үлкейеді. Жаңағы қатты денеміз сияқты біз шарды үрлеген кезде ауамыз, яғни газымыз бір жағына ғана күш түсіретін болса, онда шардың бір жағы бүйтіп созылып шығып кететін еді. Барлық жағына тең түскендіктен ол біркелкі үлкейіп отыр. Сұйықтарды да бір ыдыстың ішіне үлкен қысыммен ұратын болсақ,
онда сұйықтар да барлық жағына бірдей қысым түсіреді. Яғни осы заңды Паскаль заңы деп айтады. Паскаль заңы қатты денелердегі қысым бір бағытта, ал газдар мен сұйықтарда барлық бағытта бірдей түсіріледі дейді. Бірақ сұйықтардағы қысымның мынандай бір жағдайы бар. Мынандай ыдыстың ішінде су құйылып тұратын болса, су құйылып тұр деп ойлайық, өте биік ыдыс. Осы ыдыстың біз мына бір жерін тесіп жіберетін болсақ, онда су былай аға бастайды, кішкене қысыммен шығады. Ал егер біз мына ортаңғы жағын тесетін болсақ, онда бұл жерден бір алысырақ, өте қаттырақ күшпен атқылап су алысқа ұшады. Яғни біріншісінде жоғарғы жағын тескен кезде бір 1 метр алысқа түсетін болса, мына орта жағын ашқан кезде бір 2 метр қашықтыққа түсуі мүмкін. Ол не себепті? Себебі судың тереңдігіне байланысты. Яғни H бір тереңдік деп айтатын болсақ, H бір 5 метр болсын. Яғни ең терең жері 5 метр. Мынау 3 метр болсын. 3 метріндегі қысым басқа, 1 метріндегі қысым басқа болып тұр. Сондықтан әртүрлі қашықтыққа ұшып жатыр. Ал енді бұл жердің әр жеріндегі қысым қандай екенін қалай анықтаймыз деген сұрақ болады. Оны анықтайтын формула қарапайым. P тең ρ G H. Яғни P деген бұл жердегі қысым, ρ деген сұйықтың тығыздығы, қандай сұйықтық тұр, соның тығыздығы. G деген еркін түсу үдеуі. Ал H дегеніміз қандай биіктіктегі қысымды бізге өлшегіміз келеді. Яғни мына жердегі 3 метр тереңдіктегі қысымды өлшегіміз келсе, онда біз аламыз судың, егер мына ыдыстың ішінде су болған болса, судың тығыздығы 1000, 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген G деген 10, көбейтеміз H 3 метрде 3. Яғни есептей салатын болсақ, 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі Паскаль. Яғни бұл 30 кило Паскаль деген сөз. Яғни осылай кез келген биіктіктегі қысымдарды оп-оңай есептеп ала саламыз. Ал енді біз өте терең теңіздің түбіне түсетін болсақ, не болатындығын қарастырып көрейік. Мынау теңіздің беті, мынау теңіздің асты болсын. Гідір-гідір тауы бар, тасы бар. Яғни бұның тереңдігін біз H тең 3000 метр дейік. Яғни 3 километр болсын тереңдігі. Яғни үлкен мұхитқа бардық, түстік, 3 километр терең жерлер бар. Сол жерге түссек не болады? Яғни ол жердегі бірінші біз қысымды есептеп көрейік. Мынау енді бізде су. Су енді өте тереңіне баратын болсақ не болады? P тең ρ G H. ρ дегеніміз тығыздығы 10-ның 3 дәрежесі, көбейтілген G дегеніміз еркін түсуі 10, ал енді H дегеніміз 3 километр, яғни 3000 метр. 3000 деген 3 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Сонда теңіздің ең астында қысым қанша болады? 10-ның 3 дәрежесі, 10-ның 3 дәрежесі, 10-ның 6 дәрежесі, 3 көбейтілген 10, 30. Яғни 30 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі Паскаль. Ал енді бұл нені көрсетеді? 30 миллион Паскаль деген сөз. 30 миллион Паскаль. Яғни сонда 1 метр квадрат ауданға, яғни сіз теңіздің астында болатын болсаңыз, осындай тереңдікте, сіздің 1 метр квадрат ауданыңызға 30 миллион ньютон күш түседі. Сіздің 1 метр квадрат ауданыңызға 30 миллион ньютон күш түседі деген сөз. Ал енді 30 миллион ньютон деген ол қаншалықты күш деген ой келеді ғой. Қаншалықты ол күшті? Оны да есептеп көреміз. F тең mg деген формула бар. Сондағы F деген ол 30 миллион болсын, тең m, масса тұра берсін, көбейтілген 10. Ал енді мына жерден m-ді табайық, массаны. Сонда 30 миллион, 10-ның 6 дәрежесі бөлінген 10. Яғни 3 миллион килограмм. 3 миллион килограмм зат түсіргендей күш түседі екен. Яғни сіздің тамамен алғанда ішіңіздің ауданы 1 метр квадрат болатын болса, сіз 3 километр судың түбіне түсетін болсаңыз, сіздің 1 метр квадрат ішіңіздің ауданына 3 миллион килограмм түседі деген сөз. Яғни 3 миллион килограмм деген ол жетеді. Түсіндіңіздер не болатыны? 3 миллион килограмм, енді ол қаншалықты? Үлкен камаздар 14-15 тонна шығады. Яғни 14 мың, 15 мың килограмм ғана үлкен камаздар. Ал енді анау 3 миллион килограмм. Сіздің ішіңізден камаз өтсе, ол жарайды чыдауға болады деуге болады, анаумен салыстырғанда. Сондықтан
әртүрлі сүңгуір кемелер болады. Яғни сүңгуір кемелердің өздерінің мықтылығына, яғни корпустарының мықтылығына байланысты өздерінің түсе алатын тереңдігі болады. Кейбір әлсіз жасалғандар болса, олар өте тереңге бармайды. Ал егер мықты болатын болса, есептелініп, яғни ішіндегі темірлердің қаншалықты күшке шыдам бере алатынын есептеп алып, алдын ала өздерінің түсе алатын тереңдігіне түседі. Ал енді өздеріңіз 12-13 километр болатын Мариан шұңғымасына түскен кезде қандай күш түсетіндігін есептеп көріңіздер. Қысымдар тақырыбына тағы сұрақтарыңыз бар болса, яғни тағы да қызықты мәліметтер білгілеріңіз келсе, болмаса бір түсінбей қалған жерлеріңіз болса, сіздер түсіне алмай қалсаңыздар, мен түсіндіре алмадым деген сөз. Сондықтан түсіндіре алмай қалған жерімді айтып отырсаңыздар, мен түсіндіріп